Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында қиярдың ерекше қасиеттері туралы, адамның денсаулығына пайдасы туралы керемет ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қияр адам ағзасын шлак пен зиянды заттардан тазартып, ағзаны дәрумендер мен минералды заттар қорымен толықтырады. Себебі оның құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады және косметика саласында да үлкен орын алады. Ол көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Қияр 95% судан тұрады, ал мұның құрамындағы су тірі су болып табылады. Сонымен қатар құрамында ақуыз, аз мөлшерде көмірсу, глюкоза, крахмал, фруктоза және В, С тобындағы дәрумендер, калий, фосфор, кальций, магний және басқа да микроэлементтер мен асқазан қорытуын жақсартатын органикалық қышқылдар бар. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие қияр адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярдың тағы да бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Себебі мұның құрамында болатын тартрон қышқылы майды ерітеді. Сондықтан да артық салмақтан арылғысы келетін жандар үшін ең тиімді көкөніс болып табылады. Сонымен қатар бұл оңай, нәтижелі әрі пайдалы және зиянсыз екенін ұмытпағанымыз жөн. Алайда арықтау үшін қияр диетасын бір апта ғана ұстау қажет. Қиярдың ерекше қасиеттеріне тоқталатын болсақ, қияр асқазанның қорытылуын жақсартып, шекте тұрған астың жылжуын тездетеді. Сондықтан іш қатып асқазаныңыздың қорытылуы нашарласа, қияр диетасы сізге жақсы көмектеседі. Буын қабынуын емдеуге ең жақсы дәрі болып табылады. Ағзадағы қышқылдың тепе-теңдігін бір қалыпта ұстайды. Зиянсыз қуықты тастардан тазартып, зәр айдайтын табиғи дәрі болып табылады. Ағзадағы тұзды сулар балансын қалыпты етіп ұстаушы, жүрек қан тамыры ауруларын емдеуші, гипертония ауруын болдырмайды, теріні тазартып, ағартады. Тіс жегісін емдейтін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Сонымен қатар қияр ағзадағы улы, керексіз заттарды шығарады, шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бір қалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамырмен, яғни диабетикпен қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімін таңдайдың арасына 30 секундқа қойсаңыз болғаны. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып, бөлмеге қойыңыз. Аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады. Раковина мен айналарды тазалау үшін бір тіліммен ысқылауға болады. Мамандардың айтуынша қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ендеше мамандардың айтып жүрген кеңестерінен қиярды күнде жеудің 5 пайдасына тоқталып өтейік. Ең бірінші ағзаға ылғал береді. Адам ағзасына судың аса қажет екені айтпаса да түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шөліркейді, ал қиярдың өзі 97% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп, ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет әлпетке ылғал мен нәр береді. Екінші, қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксидантты қасиеті бар заттар. Әсіресе әйел адамда болатын қатерлі ісіктердің бетін қайтарады. Үшінші, сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан соң сүйек берік болып, сыну, шытынау, остеопороздан аман болады. К дәруменінің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамның миына
жағымды әсер етеді, яғни мидың белсенді болуына көмектеседі. Төртінші, ағзаны тазалайды. Қияр ішекті тазалап, жұмысын жақсартуға көмектеседі. Қиярдың құрамындағы эрепсин ферменті ақуызды қорытуға септігін тигізеді. Әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз. Бесінші, күйзелісті жоқ қылады. Қияр Б тобындағы дәрумендердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы. Қиярдың құрамы үйлесімді және құрамында ағзаға қажетті жасұнық болғандықтан барлық адамға жеу ұсынылады. Бірақ әсіресе мына адамдар тобына өте пайдалы. Қалқанша безі ауруы бар адамдарға, ісікке бейімді адамдарға, жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдарға, сонымен қатар семіздікке бейім адамдарға. Қиярды асқазанында жоғары қышқылдығы бар, асқазан және 12 елі ішек жарасы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге бөртпе шығу секілді белгілерді байқасаңыз, ол аллергия болуы әбден мүмкін. Қияр көкөнісінің тағы бір құндылығы құрамындағы иодтың жеңіл сіңірілуінде, ал осы микроэлемент қалқанша безінің жақсы жұмыс жасауын қамтамасыздандыратыны анықталған. Арықтаудың ең оңай түрі қияр жеп арықтау. Бұлай арықтау еш қиындық тудырмайды. Жасыл қияр дәмді ғана емес, денсаулыққа өте шипалы. Қияр ағзадағы зат алмасуды реттеп, ішектерді тазалап, теріні нәрлендіреді. Қиярдың құрамында калория аз болады. Сондықтан ол майлы тағамдардың ағзаға 2-3 сағатта сіңіп кетуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен қатар бұл көкөністің түрі белгілі мөлшерде ағзаға қажетті дәрумендерді береді. Қияр жеп арықтауды қолға алған адам 3 күннен соң артық салмақтан арыла бастағанын байқайды. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды.